Сәлем, менің есімім Бірлік. Мен Қызылорда қаласындағы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 8-H сынып оқушысымын. Бұл менің домбырада ойнау үйрететін онлайн бейнебаяндарым. Бүгінгі сабақта біз домбыраның құрылысы, қағысын және оны қалай ұстауды үйренеміз. Домбыраның құрылысына тоқтала кетсек. Ең бірінші, мына екі жағында екі құлағы бар домбыраның. Және мойны. Бұл мойында 18 немесе 19 перне жатыр. Және бұл шанағы. Бұл үндігі. Үндігі арқылы дыбыс шығады. Бұл тиегі. Осы үстіңгі және астыңғы шекті ұстап тұрушы. Домбыраны дұрыс тарту үшін дұрыс отыруды үйренейік. Осылай орындыққа толық емес отырамыз, жартылай отырамыз. Және аяғымызды қойып, домбыраға тартуды кірісеміз. Ең бірінші қағыстан бастай кетсек, қолды осылай аламыз. Және қолды ой ұстатамыз. Осылай қағыстарды үйренейік.